Сәлем, егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Жалпы сіздердің күнделікті көбейіп жатырғандарыңыз мен үшін қуантады. Қазіргі уақытта жасап жатырған қолөнер бұйымдарымды көрсетпек. Екі резинка жасыл түсті, жалпы атласный лентадан жасадым. Ортасы фоамиран леттерлі жасыл түсті, сантиметр, жалпы үлкендігі 7,5 сантиметр болады. Мінекей арты резинке мынандай. Түстері өте әдемі қыздар. Осындай. Бірдей. Мінекей оранжевый түсті, қызғылт сары түс, сары лентамен араластырып жасадым. Жалпы көктем келе жатыр қыздар, сол себепті кішкентайлардың әдемі болып жүргенін қалаймын. Мынадай розовый алқызыл түсті, арты өзгеше болсын деп артына мынадай әдемі моншақтармен әрледім. Сіздерге анық көрініп тұр деп ойлаймын. Мінекей осындай. Арты мынандай қыздар. Үлкен, біраз үлкен. 12 сантиметрлік үлкендігі осындай. Бұл тек қана бір тоқыманы қойдым. Әзірше бір жұма қолымды суытып жатырмын. Содан соң арты мынадай. Ортасына әдемі жылтыр қададым. Неке қыздар осындай. Жалпы барлығында өз қолыммен жасап алғанға не жетсін. Бұл менде өте нәзік персиковый цвет дейді ғой. Нәзік, сарғыш, біртүрлі өңді әдемі түс. Қыздарға келеді. Осындай. Бұл өте жіңішке ленталардан жасалған, барлығы да атластан жасалған қыздар. Көріп отырған болсаңыздар. Одан соң істегенім мынадай бантик. Бұл да осына лентаның ақ түрі. Айта кетейін, сіздерге лента өте жіңішке, менде 1 сантиметрлік. Содан жасағаным, бұны да ортасына мынандай әдемі көзді қададым. Көрінеді сіздерге анық. Неге әдемі көзді қададым. Бұл менде айта кетейін, тақпай жүрген күміс сырғамның көзі. Екеуінде де күміс сырғаның көзін тақтым, екеуіне де. Осылай. Арты мынадай. Жалпы артына фетрдің ағын тағу керек еді, менде бітіп қалды, сол себептен розовый тақтым. Астынан ештеңе етпес, көрінбес. Осы. Мынадай әдемі резинка. Арты мынадай қара резинкамен жасадым. Кішкене. Осы екеу. Біреу тек қана, себебі менде фиолетовый түс бітіп қалды. Сол себептен тек қана біреу жасауға тура келді. Одан соңғы жасаған резинкамның түрі мынадай қыздар. Бұлардың ұзындығы шамамен 8 сантиметрлік дейді. 8 сантиметрдей. Неге екеу.
Мінекей арттары мынадай айтпақшы. Ақ резинка тақтым. Мен тек қана біреу жасадым. Естеріңізде болса, мынау біреу, менде мынау біреу. Бұнда менде үлкендігі, ұзындығы да жалпы 10 сантиметрдей. Біраз үлкендеу. Дұрыс қой, 10 сантиметр да. 10 сантиметр дұрыс. Осылай. Арты мынадай. Қызыма мынадай 2 резинка жасадым. Кішкентай ғана шықты. Күнделікті сабағына тағуға жарайды. Жалпы ойдамын, осындай етіп, біразын жасайтын сияқтымын, жалпы біраз түрін. Артық етпейді, 2 кішкентайдың шашына тағуға мен үшін өте керекті дүниелер. Осылай. Резинкалар, бантикті резинкалар болды. Мінекей арты. Осындай. Мен негізі бұны алдын ала жасадым. Бірақ менде өкінішке орай мындай ленталарым бітіп қалды. Содан соң бұларды қоя тұруға шешім қабылдадым. Әзірше қоя тұрам. Жақын арада магазинге барып, мен бұған тағы да лента алу керекпін. Мінекей әзірше тоқтап тұрмын. Білмеймін, мүмкін бұны шашқа тағатын невидимкамен ұстатуы мүмкін, немесе әдеттегідей жаңа жасап жатырғандағыдай резинкамен жасауы мүмкін, ұстатуы мүмкін, білмеймін, көремін. Бұл әлі менде бітпеген жұмысым. Одан соң тап сондай түсті. Тағы бір жасаған жұмысым. Мынадай гүл. Мүмкін ободокке тағу мүмкін, бұны көрем. Осындай жұмыстар. Тағы да әзірше бітпей тұрған жұмыстарым бар. Дайындалып қойған жұмыстарым тағы да бар. Оны жақын арада мен сіздерге көрсетемін деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деп ойлаймын, қыздар, аналар. Сол себепті сау болыңыздар. Пока-пока.